Ассалаумағалейкум, бисмилля деп видеомызды бастайық. Бүгінгі видеода көлік жууға арналған Proline деген автошампунь. Видеоның соңында осы автошампуньның сапасын көретін боламыз. Жалпы автошампунь екі түрге бөлінеді: контактный және бесконтактный деп. Егерде бесконтактный автошампунь алатын болсақ, ол шампуньдармен арнайы көлік жууға арналған пистолеттермен жуатын боламыз. Енді мен жағдайымда ондай пистолет болмағандықтан мен контактный автошампунь алдым, яғни қолмен жууға арналған автошампунь. Автошампунь алар кезде осы жерге мән берсеңіздер. Мінекей автошампуньіміз 5 литр. Бұл автошампунь ішінде химиялық элементтер болғандықтан көліктің кірін кетіреді, бірақ бояуына, лағына ешқандай зиян келтірмейді. Ферри не болмаса басқа да ыдыс-аяқ жуатын құрылғыларды мейлінше қолданбаған дұрыс, өйткені олар бояуымызға зақым келтіруі мүмкін. Мінекей автошампунь для ручной пенной мойки деп сыртында жазылып тұр, яғни қолмен жууға арналған. Енді 1 литр автошампуньді 50 литрге араластыруға болады, не болмаса 1 литр автошампуньді 100 литр сумен араластыруға болады. Егерде біз экономды түрде қолданатын болсақ, осы 5 литр автошампуньді 500 литрға араластырып қолдануымызға болады. Ал енді пенамыз кішкене жақсы көп ішсін десек, онда 5 литр автошампуньді 250 литр суға араластыратын боламыз. Содан кейін 2 минуттай күтіп, жаңағыдай көлігімізді сумен шаятын боламыз. Сақталатын жері мінекей +5 пен 25 градус арасында сақтау керек біз, яғни минус температурада сақтауға болмайды. Енді осы автошампуньді қазір көлігімізге қолданып көретін боламыз. Мінекей қазір көлігімізді жуатын боламыз. Көлігіміздің терезелері бәрі мінекей айғыздалып тұр. Есіктердің барлығы мінекей кір. Қазір енді жуып көретін боламыз. Қалай болып шығатын. Мінекей арт жақ терезелердің барлығы кір болып тұр. Енді қазір суға шампуньімізді қосып жағып қоятын болам. Мінекей автошампуньді жағып шықтым. Басында автошампуньіміз жақсы көпіріп, одан кейін көпіргені бірден басылып қалды. Енді қазір жай ғана сумен шайып шығатын болам. Міндетті түрде қолдарыңызға резиновый перчатка киіп алғандарыңыз дұрыс. Мінекей көлікті жуып сүртіп болдым. Нәтижесі осындай болып шықты. Автошампуньның сапасы мінекей осындай. Әрине автокөлік жуу орталықтарына барып, не болмаса үй жағдайында автошампунь алып жуу әрине өз еріктеріңізде. Ең бастысы мен сіздерге осы автошампуньның сапасымен бөлісе кеткім келді. Мүмкін біреулеріңізге бір пайдасы тиіп қалар деген оймен. Баршаларыңызға рахмет. Келесі видеоларда жолыққанша аман есен сау болыңыздар.